Сәлем достар, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпайық. Осыдан 213 жыл бұрын Сидней газет атты австралиялық басылым коала туралы алғашқы мәліметтерді жариялайды. Содан бері ғалымдар қалталы аюға қатысты көптеген дерек жинады. Ендеше тек Австралияны ғана мекендейтін жануарлар туралы мәліметтерді біле жүрейік. Коала Австралия материгінің шығысына жақын аудандарда өмір сүреді. Құрлыққа алғаш қоныстанған европалықтар белгісіз жануарға әртүрлі атау береді. Атап айтсақ, коала бастапқыда еріншек, маймыл, аю және маймыл тәріздес аю сынды атауларға ие болған. Кейіннен оның байырғы аты кеңінен қолданысқа енеді. Австралиялық аборигендер қалталы аюды коала, яғни су ішпейтін жануар деп атаған. Коалалар адамдардан қорықпайды. Тіпті қажет кезде олардан көмек сұрайды екен. Мысалы, 2009 жылы Австралия ормандарында ушыққан өрт кезінде коалалар адамдардан су сұрап келген. Үлкен, ер тұқымды коалалардың бойы 80 сантиметрге дейін жетеді, ал салмағы 15 келіге дейін тартады. Жаңа туылған коаланың салмағы небәрі 3-5 грамм айналасында болады. Кішкентай бірнеше аптаның көлемінде адамның бармағындай көлемге дейін өседі екен. Коаланың баласы алғашқы 6 ай анасының қалтасында өткізеді. Оның отандасы кенгуру де солай жасайтыны белгілі. Оның қысқа құйрығы ағашта қозғалмай отыруын қамтамасыз етеді. Ал коала аяғының құрылымы ағашта еш кедергісіз қозғалуға бейімделген. Шындығында коала ғылымда аюлар тобына кірмейді. Аю сөзі тек оның сырт көрінісіне ғана қатысты айтылып кеткен. Себебі коаланың құйрығы жоқ болса, аюдан аумай қалады. Жоғарыда айтып өткеніміздей, коалалар мүлде су ішпейді. Олар эвкалипт ағашының жапырағын тұтыну арқылы жеткілікті құнарлыққа ие болады. Коалалардың көңіл күйді көтеріп, ойын-сауық жасауға мүлде уақыты жоқ. Себебі олар тәуліктің 20 сағатын ұйықтауға жұмсайды екен. Қалған 4 сағаты тамақтануға кетеді. Олардың бір-бірімен қарым-қатынасқа түсуге де шамалары жоқ. Еріншектер ешқандай белсенді өмір сүру салтын жүргізбейді. Дегенмен, өзінің жайбасарлығы мен икемсіздігіне қарамастан, коалалар ағаштан ағашқа тез секіріп кете алады. Қалталы жануар суда еркін жүзе алады, қауіп төнген кезде немесе салқындау мақсатында көлге түседі.